Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік халқының өте дәмді пиде деген тамағының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жылы су, жылы сүт, қант және ашытқыны араластырып, ашытқы кішкене қабынғанша 10-15 минуттай күте тұрамыз. Тұз, сұйық май қосып, тағы да венчикпен араластырамыз. Онды бөліп илеп қосамыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болғанша илейміз. Бетін ас пленкасымен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін фаршқа қызанақ, пияз, қызыл бұрыш, жасыл бұрыш салып, үстіне сұйық май құямыз. Тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырым 1 сағаттай жылы жерде тұрды. Мен 8 ұзын пиде жасаймын. Кішкентайлау, көбірек пиде де жасауға болады. 8 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалатып аламыз. Әрбір бөлікті ұзын сопақ қылып жаямыз. Үстіне 2 қасықтай салмамызды салып жаямыз. Шеттерін жақсылап бүгіп шығу керек. Піскен кезде тағы да кішкене ашылады. Шеттеріне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай шеттері қызарғанша пісіреміз. Пиде осындай әдемі болып пісті. Бұл тағамды түріктің пиццасы деп те айтады. Өте дәмді, тойымды, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.